Сәлем достар, бұл видеода біз сіздермен логарифмдік теңсіздіктер тақырыбына және оның түрлеріне есеп шығаратын боламыз. Сонымен бастайық. Бұл видеода біздер қарапайым логарифмдік теңсіздіктер, сонымен қатар айнымалысы негізінде орналасқан логарифмдік теңсіздіктер және жаңа айнымалымен шығарылатын логарифмдік теңсіздіктерге есептер шығарамыз. Сонымен қатар одан да күрделі логарифмдік теңсіздіктер бар, оны бірақ басқа видеода, келесі видеода шығаратын боламыз. Ең бірінші қарапайым логарифмдік теңсіздіктерге есептер шығарайық. Осындай 3 есеп шығаратын боламыз. 2 есепті шығарып көрсетем, 3-ші есепті өздік жұмысқа беремін, жауабын комментарийға қалдырып кетесіздер. Жалпы логарифмдік теңсіздікті шығарғанда ең қарапайымда біздер білу керек кездер бар. Ол логарифм негізі мен көрсеткішіне байланысты. Логарифм негізі әрдайым 0-ден үлкен болу керек, және де 1-ге тең болмау керек. Ал көрсеткіші әрдайым 0-ден үлкен. Яғни біз оны өзімізге былай формула ретінде былай жаза алсақ болады. Логарифм плюс негізінде плюс деп. Тен мына сын орнында плюс те минус тастан тұра алады. Бұл жерде бір тұрмау керек. Бұл бізде қойылатын анықталу облысы. Мен оны оқушыларыма оңай тілде болу үшін ереже деп атаймын. Сонымен бірінші есепті шығарайық. Инструкциясын айтайын. Жалпы логарифмдік теңсіздікті шығарғанда жүйе жасаймыз. Міндетті түрде ол жүйеде ережесі болу керек, яғни анықталу облысы және де шығару жолы шешімі болу керек. Сонымен бастайық. Ең бірінші мына жерде мен ереже қоямын. Мінекей. Бізде x қай жерде тұр? Негізінде или көрсеткішінде? Көрсеткішінде тұр. Көрсеткіші 0-ден үлкен болу керек. Енді екі жағын бірден негізге келтірем. Логарифм 0,5 негізіндегі x бөлінген 2 минус 1 үлкен етен логарифм 0,5 негізіндегі 1-ді 0,5 деп жазамын. Бұл маған 1-ді береді. Енді екі жағын потенциалдаймын. Көзбен лог 0,5-терді алып тастайтын болсам, көрсеткіші қалады, соны жазам. X бөлінген 2 минус 1, мына белгіні ауыстырамын 0,5-тен. Бұл белгіні не үшін ауыстырдым? Егерде логарифмнің негізі 0 мен 1-дің арасында жататын сан болса, онда бізде белгі ауысады. Теңсіздіктің белгісі ауысады. Ал егерде 1-ден үлкен сан болса, онда біздің белгіміз ауыспайды. Осыларды білу керекпіз. Ауыспайды. Мінекей енді мен инструкция бойынша мінекей ережемді және шешімін жазып алдым. Осы екеуін шығарамын, осы жүйені. Так, мына жақта x бөлінген 2 үлкен 1-ден, x бөлінген 2 кіші минус 1 плюс болып барады, сонда 1,5-нан болады. Так, дальше бөлінген 2 мына жаққа көбейтіледі. X үлкен 2-ден, мына жақта да бөлінген 2 көбейтіліп барады. X кіші 3-тен болады. Екі жауапты қиылыстырайық. Ережесі и шешімі. Так, 2 деген сан бар, 3 деген сан бар. 2-ден x-қа қарай және x-тан 3-ке қарай. Екеуінде де қиылысып тұрған, екеуінде де боялып тұрған аралық, ол менде 2 мен 3-тің арасы болады екен. Осылай оп-оңай жауабын таба қоямыз. Келесі екінші есепті шығарайық. Екінші есепте бізде уже екі жағы бірден негізде келіп тұр. Так, x-тарды қарайым қай жерде орналасқан? Негізінде әлде көрсеткішінде? Көрсеткішінде орналасқан. Көрсеткішіне шарт қоям. Ереже x квадрат плюс 22 үлкен 0-ден болу керек. 13x үлкен 0-ден болу керек. Және потенциалдаймын. Сонда менде x квадрат плюс 22 белгі ауысады. 7,03 бізде 0 мен 1-дің арасында жатыр. И 13x. Мынау бізде ереже, мынау шешімі. И давайте дальше шығарайық. X квадрат үлкен минус 22-ден, екінші теңсіздікті 13-ке бөліп жіберемін. X үлкен 0-ден. Так, үшіншісінде x квадрат минус 13x плюс 22 үлкен 0-ден деп ашам. Так, дальше. Ойланайық, бірінші теңсіздікке қарайым. Қандай санның квадраты минус 22-ден үлкен? Просто логически ойланайықшы. Андай математикада есеп шығарғанда бары оны робот сияқты шығармау керек. Ойға салып, кішкене шығармашылық мышлениені қосып, сонымен қатар логикалық ойлану керекпіз. Қандай сан квадрат минус 22-ден үлкен? Кез келген санның квадраты. Сонда бұда жауабы кез келген сан болады. Біріншісі. Екіншісі x үлкен 0-ден уже шығып тұр. Үшіншісін 2 көбейткіштік жақшаға жүктеймін. X минус 11, x минус 2 үлкен 0-ден. Енді осы үш теңсіздіктің шешімін алайық. Біріншісінде барлық сандар деп тұр. Хорошо. Оны алмай қойсақ та болады. Екіншісін алайық. Екінші және үшіншіге сан сәулесіне салайық. Так, мұнда 0 деген сан бар. Мұнда 11 және 2 деген сан бар. Олар мына жаққа салынады.
Так, 0-ден x-қа қарай дейді. Мына жақта классикалық жағдай плюс, минус, плюс. 0-ден үлкен жағы плюстан бар. Мінекей. И екеуінде де боялып тұрған аралық таңдаймын. Екеуінде де боялып тұрған аралық, екі жақта да қиылысып тұрған аралық 0 мен 2-ның арасы, және де 11-ден плюс x-тікке дейін. Осы жер екеуінде де боялып тұр. Сонда жауабы x жатады 0-ден 2-ге дейін, және 11-ден плюс x-тікке дейінгі деген жауап шығады екен. Келесі, бұл үшінші есепті сіздерге өздік жұмысқа беремін. Комментарийға жауабын жазып кеттіңіздер. Келесі екінші типі бізде жаңа айнымалымен шығарылатын логарифмдік теңсіздіктер. Бұл жерде бірінші және үшінші есеп шығарып көрсетемін, ал екінші есеп комментарийға. Так, бірінші есеп шығарайық. Бұл жерде бірден ереже қойып аламыз. Желательно теңсіздік шығарғанда анықтау облысын бірден қойып алу, ықшамдамастан бұрын. Так, бұл жерде x бізде көрсеткішінде тұр, x 0-ден үлкен болу керек. Мына біздің ережеміз. Қазір осылай сақтап қояйын. Дальше енді жаңа айнымалы берейін. Так, мына жерде мына квадрат алдыға 2-ның квадраты болып түседі. Не үшін? Себебі логарифм квадратталып тұр. Сонда 2-ның квадраты логарифм 2 негізіндегі квадрат x. Аз айтылған 15 логарифм 2x минус 4 кіші не тең 0-ден. 4 логарифм 2 негізінде x-тің квадраты минус 15 логарифм 2 негізінде x минус 4 кіші не тең 0-ден. Бұл жерден жаңа айнымалы беремін. Логарифм 2 негізінде x-ті a деп алам. Сонда бұл жерде 4a-ның квадраты минус 15a минус 4 кіші не тең 0-ден деген шығады. Так, түбірлерінде олайық дискриминант арқылы. 15-тің квадраты қосам 4 көбейтілген 4 көбейтем 4. Бұл маған 289-ды береді, ол 17-нің квадраты. А1-де 2-ні табайық. 15 плюс минус 17 бөлінген 8. 15-ке 17-ні қосам 32, 8-ге бөлем 4. 15-тен 17-ні азайтам минус 2 бөлінген 8, ол минус 1 бөлінген 4-ті береді. Осы екі жауапты алайық. Так, мына жерге жазатын болсам, аралыққа салып алайық. Минус 4-тен 1 және 4. Так, бұл теңсіздік, А-ның теңсіздігі бойынша қарастырамын. Классикалық жағдай плюс-минус плюс. 0-ден кіші аралығы минус 1 бөлінген 4 пен 4-тің арасы. Так, мына жаққа жазайық. А жатыр, квадрат жақша минус 4-тен 1 мен 4-тің арасында. Енді біз бұны x пен салу керекпіз. Яғни, мына А-ның орнына қойып x табу алайық. Логарифм 2 негізінде x тең біріншісі минус 4-тен 1. Логарифм 2 негізінде x, екіншісі 4. Мына жақта x-тен 2-нің минус 4-тен 1 дәрежесі, x-тен 1 бөлінген 2-нің 4-тен 1 дәрежесі, и бұл менде x-тен 1 бөлінген 4-ші түбірасты 2. Мына жақта x-тен 2-нің 4 дәрежесі, x-тен 16. Сонда қараңыздар, минус 4-тен 1-дің орнына мен мынаны жазамын, 4-тің орнына 16-ны жазамын. Бұл А үшін ғой, енді x үшін жауабы 1 бөлінген 4-ші түбірасты 2 мен 16-ның арасында. Және де біздің ережеміз айтты, 0-ден үлкен болсын еді. 0-ден үлкен, яғни плюс болсын еді, плюс аралық. Бізде плюс сандардың арасы шығып тұр, демек жауабы осылай қалады екен. Келесі, екінші есеп бізде сіздерге комментарийға арналған, тура бірінші есептің схемасы бойынша шығады. Келесі үшінші есеп шығарайық. Бірден ережемізді қоям. X қай жерде орналасқан? Көрсеткішінде x 0-ден үлкен болу керек. Екінші, жаңа айнымалы берем, LGX-ті A деп алам. Сақтап қояйық. Так, сонда менде 4a минус 3 бөлінген a минус 1 кіші 3-тен шығады. 4a минус 3 бөлінген a минус 1 кіші 3-тен минус 3 болып келеді. Ортақ бөлім a минус 1-ден беремін. 4a минус 3 минус 3a плюс 3 деген алам. Бөлінген a минус 1 кіші 0-ден. 4-адан минус 3-аны азайтам a, минус 3 пен 3 жойылады. Бөлінген a минус 1 кіші 0-ден. Так, түбірлерін анықтайық. Бұл жердің түбірі бізде 1-ді береді, бұл жердікі 0-ді береді. Сонда 0 мен 1 деп жазам. Екеуі де боялмайды. Тамы анықтайық. 2-ден берем плюс, плюс, плюс. 0 жарымнан берем плюс, минус, плюс, минус қабылем минус. Минус 1-ден берем минус, 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 минус қабылем плюс. 0-ден кіші аралық, ол мына минус жер, осы жерде тұр. Яғни, мына жаққа жалғастырайық. А жатады екен. 0 мен 1-дің арасында жай жақша. Енді x үшін тауып алайық. Ол үшін
аның орнына 0-ді және 1-ді қоям. L-гі x-тен 0, L-гі x-тен 1. Так, мына жерде 10-ның 0 дәрежесінен x-ға, мұнда 10-ның 1 дәрежесінен x-ға. X-тен 1-ге, x-тен 10-ға. Сонда 0-ның орнына мен 1-ді жазамын, ал 1-дің орнына мен 10-ды жазамын. Сонда жауабы x жатады екен 1 мен 10-ның арасында. Ереже бойынша 0-ден үлкен аралық дейді, яғни плюс аралық. 1 мен 10-ның арасы бізде плюс 0-ден үлкен. Демек, ереже сай келіп тұр, жауабы 1 мен 10-ның арасы болады екен. Келесі, бізде айнымалысы негізінде орналасқан логарифмдік теңсіздіктер. Бұл өте оңай. Бұл жерде ең бірінші инструкциясы. Так, мына жерге жазып кетейін. Логарифм ax болсын, мына жақ fx болсын, кішіне тең логарифм ax және де jx. Яғни ax, jx деген ол x араласқан көп мүше, x араласқан функция, x тұр деген сөз. Так, ондай жағдайда айнымалысы негізінде орналасса қалай табамыз? Көп жағдайда екі тарапты қарайды. 0-ден 1-ден үлкен болса негізі, сонымен қатар негізі ол 1-ден кіші болса, онда белгілер ауысады деп, екі ситуацияны қарап оны қайтадан қиылыстырады, біріктіреді, ол ұзақ уақыт алады. Мен сіздерге қазір одан да оңай тәсілін көрсетемін. Мінекей, осындай типте сізде теңсіздіктер берілсін. Бірінші, әрдайым ереже табамыз. Яғни ереже анықтау ол болса, негізі 0-ден үлкен және 1-ге тең емес. Сонымен қатар көрсеткіштері 0-ден үлкен деген. Мына. Анықтау ол болса, в целом тауып, қай жерде x тұр соған. Екінші шарт, ол новыйдан теңсіздік құрам. Яғни негізінен 1-ді азайтам. Және сол жақ көрсеткіштен оң жақ көрсеткішті азайтам. Және қандай белгі тұр, соны қоям. Кіші не тең 0-ден деп. Осы екеуін шығарып, қиылыстырам, болды мен теңсіздігім оп-оңай шығады. Сонымен бастайық. Ең бірінші, логарифм 7 минус x, 2x плюс 9 көрсеткішінде кішіне тең 0-ден дейді. Ережемді қойып алайын. Так, негізі 0-ден үлкен. Окей. Негізі 1-ге тең емес. Көрсеткіші 0-ден үлкен. Мінекей. Ережемді қойып алдым, бірінші шарт орындалды. Екінші, жаңағыдай екі жағын бірдей негізге келтіру керекпін. Келтіріп алайық. Логарифм 7 минус x, 2x плюс 9 кішіне тең 0 деген, ол 7x минус 9, 7 минус x 1 болады, 0 болса, оның логарифм көрсеткіші әрдайым 1-ге тең. Окей, енді жаңағы өзім формулама салам. Негізінен 1-ді азайтамын. Және де сол жақ көрсеткіштен оң жақ көрсеткішті азайтамын. Қандай белгі тұр, соны қойып 0-ден кішійтем. Демек, мына ережемен мына шешімді шығарым, болды қиылыстырам. Главный грамотно жазып алсаңыз болды, дальше есеп өзімен өзі шығады. Так, дальше мына жақта 7 үлкен x-тан. Так, 7-ден қандай санды азайтсам 1 шығады? 6-ны, демек x тең емес 6-ға, мына жақта 2x үлкен минус 9-дан. Так, дұрыстап жазып алайық. X кіші 7-ден, x тең емес 6-ға, x үлкен минус 4,5-дан. Мінекей, ережем. Давайте ережені сразу ортақ шешім тауып алайық. X, мына жаққа x. Негізі бойынша 6 деген сан бар, және 7 деген сан бар. Мұнда минус 4,5 деген бар. Так, x-тан 7-ге дейін 6-ға тең емес дейді. 6-ға тең емес болса, осылай сызып тастайық. Минус 4,5-нан x-ға дейін дейді. Енді екеуінде де боялып тұрған қай аралық, соны анықтайық. Екеуінде де боялып тұрған мына минус 4,5 мен 7-нің арасы, бірақ 6-ны есепке алмаймыз. Так, сонда бұны қалай жазамыз? Минус 4,5-нан 6-ға дейін, 6-дан 7-ге дейін деп. Яғни минус 4,5 мен 7-нің арасы, бірақ 6-ны алмайды, демек 6-да остановка деген сияқты, тоқтайды да, дальше 7-ге кетеді. Енді шешімін шығарайық, мына жерден 7-ден 1-ді азайтам 6 минус x, 2x, 9-дан 1-ді азайтам 8. Кіші не тең 0-ден. Так, мына жерге ереже деп қояйық. Түбірлерін анықтайық. Бұл жердің түбірі 6, мына жердің түбірі минус 4. Яғни түбірі деген 0-ге айналдырады. X-ның орнына қандай сан қойсам, шақша 0-ге айналады. Мына жерде 6-ны қойсам, мына жерге минус 4-ті қойсам. Так, аралыққа салайық. Так, мына жер қазір бізге ыңғайсыз болады. Минус 4 және 6. Екеуі де боялады екен. Енді қарайық. Там анықтайық. Минус x-ті 2x-ға көйтем, минус 2x квадрат шығады, я? X квадраттың тамбасы минус, демек минустан бастаймын. Минус плюс минус.
нөлден кіші аралық дейді. Нөлден кіші аралық ол бізде минус сандар, иә, нөлден кіші деген сөз. Минус x-тіктен минус 4-ке дейін, сразу жазайын. Минус x-тіктен минус 4-ке дейін, және 6-тан плюс x-тікке дейін. Міне, ережені таптым, шешім таптым, екеуін бірге қиылыстырайық. Так. Так, ережеде бізде минус 4 жарым деген бар, 6 деген бар, және 7 деген бар. Так, шешімде бізде минус 4 деген бар, және 6 бар. Бар боялған. Так, минус 4 жарымнан 6-ға дейін. 6 жауапқа кірмейді, және 6-тан 7-ге дейін. Мына жақта минус x-тіктен минус 4-ке дейін, және 6-тан плюс x-тікке дейін. Сонда, екі сан сәулесіне қарап анализ жасаймыз. Екеуінде де қиылысып тұрған, боялып тұрған минус 4 жарым мен минус 4-дің арасы, және 6 мен 7-дің арасы. Осыны демек жауапқа жазамын. Минус 4 жарым мен 4-дің арасы, 4-тік жақша, және 6 мен 7-дің арасы. Сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Мына жерде 6 боялмаған, мұнда боялған деп. Логарифмдік теңсіздікте біреу боялған, біреу боялмаған болса, боялмаған жүзеге асады. Себебі біздер қазір мына жерге 6-ны қоятын болсақ, ол боялған болса, тік жақша болса 6 жауапқа кіреді де, 7 минус 6 0-ді береді. Ол логарифм ережесін бұзады. Сол себепті біз боялмағанды таңдаймыз. Сонда біздің жалпы жауабымыз x минус 4 жарым мен 4-дің арасында жатады дегенді алады екенбіз. Келесі, тура осыған ұқсас есеп бойынша, тура осы алгоритммен шығады. Бұл есепті комментарийға беремін. Бүгінгі сабақ, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Математиканы оқытуды тоқтатпаңыздар, сіздерге сәттілік тілеймін.